Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Жамбыл облысы Шу ауданының Төле би ауылының тұрғынымын. Бүгін жұма намазда имамға сұрақ қойғым келді. Басында ол сұраққа маған рұқсат берілді. Қой деп. В общем, сұрағым мынандай болды. Мен Аллаға шүкір мұсылманмын. 5 парыздың енді кішігірім парыздарын орындап жатырмын қолымнан келгенше. Бірақ бір себептермен бір кәпірге, бір мұсылманды өлтіруге көмектестім. Сонда мен кім болам дедім Алланың алдында. Ол кісі негізі міндетті түрде сен де кәпір деп айтуың керек еді мағанш. Сен де кәпірсің. Кәпір мен мұсылманды өлтіргеннен кейін сен де кәпірсің. Неге десең, ондай хадистерде бар. Сондықтан ол кісі маған жауап берген жоқ. Неге десеңіз, уже әңгімемізді білді. Аяқ неге апаратын. Егер де ол маған сөйтіп айтқанда, сен кәпірсің деп. Мен бүйтіп айтайын деп отырған оған. Егер де мен кәпір болсам, неге 500 мың қазақ, 1 миллион қырғыз, 1 миллион ұйғыр бауырларымыз бар. Соларды қинағанға көмектесіп жатқан қазақ мемлекетінің патшасы кім болады? Ол да міндетті түрде онда кәпірді. Ол кәпірді тыңдағаннан кейін біз тыңдауға рұқсат жоқ бізге, мұсылмандаға. Патшаға қай кезде қарсы шығады? Патша кәпір болғаннан кейін. Міне сендерге дәлел. А біздің имамдар ондайды айтпайды. Мен сондай сұрақпен келдім. Мен ояққа соғыс ашам деп, болмаса ұрыс ашам деп. Неге десеңіз, ана жерде біраз мұсылмандар оны түсінбей қалды, әңгімеміз неден басталып кеткенш. Ата көп мұсылмандар сол жерде поддерживать етіп жүреді меніңш. Бұлар соны түсінді де, ана жерде қазір у-шу болып кеткенін түсінді де, в общем, мен әңгімемді тоқтатып, в общем, маған демал деді ғой, тазасын айтқанда. Енді менің айтарым имамдарға, сендер ертең қиямет күні Алланың алдында жауап бересіңдер. Осы үшін. Егер де менің айтып жатқаным ақиқат болса, онда сендер Алланың алдында жауап бересіңдер. Осы істеп жатқан істеріңіз. Қаншама мұсылман иманды, бізде иманды мұсылмандар көп. Аллаға шүкір, Қазақстанда иманды мұсылмандар жетеді. Сол иманды мұсылмандар тоқтатып жатқандар. Сендер себепкерсіңдер. Қытайға жеріміз сатып жатыр. Налог төлемейді олар. Істеп жатқан істеріне. А мен кішігірім жұмыс істеймін, соны өйде налог төлеймін. Түркістан анау қақыран аязда далаға қуып шықты 6 баласымен. Қаяқта жатсыңдар сендер имамдар? О, Абдуғапар Сманов, сен Түркістанның қасында прям сояқтасың ғой. Сен қаяқта қарап жатсың, Абдуғапар Сманов. 6 баласымен шырылдатып қуып жерді далаға. Нағып жатсың сен. Қайда сенің сөйлейтін сөздерін? Мен любой маскасын шешіп алам деп, сен маған айтқансың, Абдуғапар Сманов. Любойны алып кел, мен любой маскасын шешіп алам деп. Сен өзің маскасын шешіліп кетті. Шықпайсың ба, айтпайсың ба? Ей, мыналарың надансық. Не істеп жатсыңдар сендер? Немістер бүйтіп қорламаған қыстың күні адамның үйден қуып шығып. Сендер қаяқ қарап отырсыңдар, имамдар. Сол ренжісеңдер, ренжіңдер. Кешірім сұрамайым, сразу айтам. Кім білеріңді алып келесіңдер ма, кімдеріңді келесіңдер, білмеймін, шатағым жоқ. Тіке беттерін айтатым осы, сендер имам емессіңдер. Если Қазақстанда осы видеодан кейін имамдар шықпаса, мен білмеймін, онда сендер имам емессіңдер. Бәріктер ертең Құдайдың алдында қалай жауап беретіндер, не сендерін білмеймін вообще. Ассаламағалейкум, қазақ елі.